сабағымыздың тақырыбы жарық пен қараңғы. Жалпы жарық дегеніміз не? Кім қалай түсінеді жарық дегенімізді? Жарық дегеніміз яғни күннің сәулесі, иә? Күннің сәулесі, мына свет, оның барлығы жарық, иә? Жарық дегеніміз біз айналамызды көруге көмектесетін сәуле. Яғни жарық болған кезде біз айналамызды көре аламыз, иә? Бір-бірімізді көре аламыз. Біз жарықта барлық нәрселерді анық көруге болады. Міне, мына суретте бейнеленген жарық және қараңғы. Жарық яғни бізде күн. Мысалы, бізде жарық заттарға күн, шам, шырақ жатады, иә? Күн бізде жарық па? Күн бізге қалай жарық береді? Жылуын береді, иә? Жарығын береді, жылуын береді, иә? Шам дегеніміз не ол? Шам дегеніміз ол бізде жарық. Және шырақ. Шам, шырақ, бұлардың барлығы бізде қосымша жарық беретін құралдар. Қараңғы дегеніміз не? Қараңғы дегеніміз? Түн батты. Түннің батуы, қараңғы, біз қараңғыда не істейміз? Ұйықтаймыз, біз қараңғыда отырып, мысалы, біз кітап оқи аламыз ба? Жоқ. Біз қай кезде кітапты оқимыз? Жарық кезде оқимыз, жарық кезде тамақтанамыз, кітап оқимыз, бір-бірімізден ойнаймыз, ал қараңғы болғанда біз не істейміз? Ұйықтаймыз, демаламыз. Қараңғы дегеніміз ол бізде жарық жоқ кезде болады. Біз қараңғыда заттарды көру өте қиын болады, Біз қараңғыда жүріп біз бір-бірімізді ойнай алмаймыз, бір-бірімізді көре алмаймыз, Бізде қараңғыға түн, жарық өшкен бөлме, яғни светі жоқ бөлме жатады. Жарық көздері. Бізде жарықтың екі түрі болады, Бірінші бізде табиғи жарық. Табиғи жарық дегеніміз ол, яғни бізде өзінен берілетін жарық. Бізде оған күн, ай, жұлдыз жатады, Жұлдыз бізге жарық бере ма түнде? Дұрыс. Ай жарық бере ма? Неге жарық береді ғой түнде? Мысалы, дала тас қараңғы, төбеге қарасыңдар, айдың кішкене болса жарығы түсіп, сол арқылы біздің айналамыз жарық болады. Және күн бізде табиғи жарық, Мысалы, таңғы сағат 5-тен, 5:30-нан, күн шыққаннан бізде уже қандай болады? Жарық болады, Жасанды жарық. Жасанды жарық дегеніміз, яғни ол біздің өзіміздің қолдан істелген жарық. Оған бізде электр шамы, фонарик жатады, және де көше шамдары. Мысалы, фонарик ол бізде жасанды жарық, Бізде, мысалы, свет өшіп қалған кезде біз не қолданамыз? Фонарик. Сол арқылы бір-бірімізді не істейміз? Көреміз. Және көше шамдары. Көше шамдары дегеніміз не ол? Көшеде жанып тұратын жарық, Мысалы, біз сыртқа шыққан кезде, түнде мысалы, дүкенге шықсақ, бізде көшелерде свет жанып тұрады, Солар бізде көше шамдары. Олар бізде жасанды жарық. Яғни олар бізде адамның қолынан жасалған жарық болып саналады. Ал табиғи жарық, яғни айта кеткенде күн, ай, жұлдыз, олардың барлығы бізде табиғи жарықтарға жатады. Өздігінен жарық береді, Күндіз және түн дейді. Күндіз қандай болады бізде? Таң, қандай болады дала? Жарық болады, күн шығады, Ал күн бізге не береді? Жылу береді, Мысалы, қазір күн шығып тұр бізде, дала қандай? Жылы болады, Күн болмаса қандай болады? Салқын, жаурап жүреміз, Ал күннің арқасында бізде дала жарық болады, күн шығады, өзінің сәулесін береді. Ал түнде қандай болады? Түнде қандай болады? Қараңғы болады, Түнде бізде не көрінеді аспаннан? Ай және де жұлдыздар. Түнде қараңғы болады. Түнде бізге аспаннан ай мен жұлдыз көрінеді. Олардың да өзінің бір сәуле беріп, өзі бір жарықтандырады, даланы түнде. Жарықтың пайдасы. Жарықтың қандай пайдасы бар? Тағы да. Біз, мысалы, біз жарық кезде біз не істейміз?
ойнаймыз, Тамақ тамақ ішеміз. Жарықта не істейсіңдер сендер? кітап оқимыз. Кітап оқимыз, иә? Оянамыз. Иә. Жарық бізге оқуға көмектеседі, жолдан көруге көмектеседі, иә? Жұмыс істеуге көмектеседі, иә? Сендер жарықта тамақ ішесіңдер, бір-біріңмен ойнайсыңдар, кітап оқисыңдар, иә? Жарықтың бізге пайдасы өте көп, иә? Мысалы, үйде түнде свет өшіп қалды. Біз қалай жарықтандырамыз түнде? Свет өшіп қалса. Соткана. Иә. Фонарик Иә, қолшам, иә? Қолшаммен біз фонарик жағу арқылы свет өшіп қалған жағдайда біз жарықтандырамыз, иә? Олар бізде жасанды жарық көздері. Яғни ол біздің өзіміздің қолдан істеп отқан жарық, иә? Ал күн қандай? Иә, күн бізде табиғи жарық, иә? Ол өздігінен жарық береді, иә? Мысалы, бізде күн жоқ болса, қандай болады? Ойлаңыздаршы өздеріңіз. Мысалы, күн жоқ, мүлдем. Қандай болады дала? Қараңғы болады, иә? Суық болады, иә? Сондықтан бізге күннің пайдасы өте көп, иә? Сол үшін біз күнді жақсы көреміз, иә? Бізді жылытады, жарық береді. Сонымен біз жарықта сабақ оқимыз, бір-бірімізбен ойнаймыз, бір-бірімізді көреміз, иә? Жарықтың бізге пайдасы өте көп. Қазір біз осы жарық туралы видео көретін боламыз. Уақыты кештердің құпиясы, ананың жанында сәттер мен аққуша сүт бұқасы. Айнала жарық болды. Балалар ойнап жүр. Жарық бізге қуаныш сыйлайды. Күн жарық көзі. Күн аспанда жарқырап тұр. Оның сәулесі жерге түседі. Біз бәрін анық көреміз. Құстар да ұшып жүр. Жарық өмір үшін қажет. Бөлме іші жарық. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Балалар кітап оқып отыр. Жарықта оқу оңай. Біз жақсы көреміз. Бөлме қараңғы. Ештеңе көрінбейді. Балаларға қиын. Қараңғыда қорқыныш болуы мүмкін. Жарық керек. Шам жанды. Бөлме жарық болды. Енді бәрі көрінеді. Балалар қуанды. Жарық көмектеседі. Күн батып бара жатыр. Аспан әдемі түске боялды. Жарық азая бастады. Кеш келді. Түн жақындады. Түн болды. Ай мен жұлдыздар шықты. Аспан қараңғы. Бірақ жарық бар. Айнала жарық болды. Балалар ойнап жүр. Жарық бізге қуаныш сыйлайды. Күн жарық көзі. Күн аспанда жарқырап тұр. Оның сәулесі жерге түседі. Біз бәрін анық көреміз. Құстар да ұшып жүр. Жарық өмір үшін қажет. Бөлме іші жарық. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр. Балалар кітап оқып отыр. Жарықта оқу оңай. Біз жақсы көреміз. Бөлме қараңғы. Ештеңе көрінбейді. Балаларға қиын. Қараңғыда қорқыныш болуы мүмкін. Жарық керек. Шам жанды. Бөлме жарық болды. Енді бәрі көрінеді. Балалар қуанды. Жарық көмектеседі. Күн батып бара жатыр. Аспан әдемі түске боялды. Жарық азая бастады. Кеш келді. Түн жақындады. Түн болды. Ай мен жұлдыздар шықты. Аспан қараңғы. Бірақ жарық бар. Табиғат тыныш. Бала фонар ұстап тұр. Қараңғыда жарық керек. Фонар жолды көрсетеді. Ол көмектеседі. Жарық қауіпсіздік береді. Жарық түсті. Көлеңке пайда болды. Бала көлеңкесін көрді. Бұл қызық. Жарық өсімдіктерге керек. Олар өседі. Қалада шамдар жанды. Түн болса да жарық. Көшелер анық көрінеді. Адамдар жүр. Жарық маңызды. Найзағай жарық етті. Аспан жарық болды. Бір сәтке бәрі көрінді. Бұл табиғат құбылысы. Ол қауіпті болуы мүмкін. Бала шаммен отыр. Ол кітап оқып жатыр. Айнала қараңғы.
Бірақ жарық бар. Бұл ыңғайлы. Күн бұлттың артына жасырынды. Жарық азайды. Айнала күңгірт болды. Күн қайта шығады. Жарық қайта келеді. Міне жарық. Міне қараңғы. Екеуі әр түрлі. Жарықта бәрі көрінеді. Қараңғыда қиын. Шырақ жанып тұр. Ол кішкентай жарық береді. Қараңғыда көмектеседі. Жылы көрінеді. Жарық әрқашан керек. Таң атты. Қараңғы кетті. Күн шықты. Айнала жарық болды. Жаңа күн басталды. Балалар ойнап жүр. Жарық күн. Барлығы көңілді. Жарық қуаныш береді. Біз бақыттымыз. Түн тыныш. Жұлдыздар көрінеді. Қараңғы. Бірақ әдемі. Табиғат демалады. Жарық пен қараңғы бар. Екеуі де маңызды. Біз оларды көреміз. Табиғатты түсінеміз. Балалар, видеода айта кеткендей, жарық бізге өте қажет, иә? Біз жарықта бір-бірімізді көрсек қуанамыз, иә? Ал қараңғыда біз қорқамыз. Кім қараңғыдан қорқады? Бәріміз қараңғыдан қорқамыз, иә? Вау, молодец. Жарайсыңдар. Бірақ бізге сонда да жарық өте қажет. Бір-бірімізді көру үшін, тамақ ішу үшін, ойнау үшін, сабақ оқу үшін. Міне, жалпы қорыта айтқанда, жарық бізге өте қажетті зат. Жарық болса біз бәрін жақсы көреміз. Қараңғыда жарық көздерін қолданамыз, иә? Қазір